Ер адамның қызғанышы қандай болуы тиіс деген сұрау келіп түсіпті. Бізде көпшілік адамдар қазір Европаның психологиясын алып келіп сіңдіруге харекет етіп жатырыпты. Яғни еркек адам өзінің сүйген ярына қызғанып талаптар қойса, запретлер қойса, бұл орынсыз, әттекі абьюзерлікке де шығарып жатырыпты. Мұхаббат ешқандай шартсыз болу керек деген сөздер де айтылып жатырыпты. Бірақ біздің менталитет бойынша біздің ер азаматлар қызғанып жақсы көреді. Олар тек қана өзін қатты жақсы көрген, һәм серьезный көзқараспен қараған қызды ғана қызғанады, һәм соған ғана запрет қояды. Біздің жігітлер қызғанып жақсы көреді. Ол жақтың психологиясы бізде өтпейді. Көпшілік жігітлер енді қызғанышты өзіміздің дінімізге де әкеп тақайды. Осы бақытлы ойле деген кітапқа сүйеніп бір айта аламын. Пайғамбарымыз айтқан, сенген адам қызғанады. Қызғану бұл жақсы, бірақ исламда қойылатын және бір үлкен талаптардың бірі бұл әмелдердің ең жақсысы, ең хайырлысы бұл олардың нормада болуы делінген. Яғни қайсы әмел нормада істелінсе, бұл олар үшін хайырлы болып есептелінеді. Қызғанышқа хадден зият көп ерік берген адам көздерін соқыр қылады. Не зат дұрыс еместігін ажырата алмай қалады. Хаялы үйінде отырып көшеге қараса да еркектерге қарағандай түйіле береді. Ямаса көшеде жүрсе де өзін көз қылып жүргендей, ямаса көшеде еркектерге қарап жүргендей түйіле береді. Нәтижеде соның кесірінен хаялын ұрып, сөгіп азап беретұғын еркектер жоқ емес. Хадден зият көп қызғанып. Жұмыстан үйіне келсе, незат өзгергенінен гүмәлланып, һәм затты тінтіп шығатұғын еркектердің қызғанышы ақланбайды. Соның үшін һәм заттың нормасы жақсы.